Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін аздап тұмауратып тұрмын, сондықтан даусыма қатты мән бермеңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді тағамның рецептімен бөліскім келіп отыр. Әдетте әйелдер қауымы әбеттен бастап ойланады ғой, кешкі асқа не пісірсем екен деп. Сол себепті сіздерге сүйікті тағамның рецептімен бөлісемін деп шештім. Бізге керек асқабақ, картоп және де жуа. Көріп тұрғандарыңыздай тағам етсіз дайындалады. Көп уақытты алмас үшін барлық көкөністерді алдын ала жуып тазартып қойдым. Және де барлығын осылай видеода көрсетілгендей ұсақ кубиктерге бөліп турайсыз. Жуаны да картопты да барлығын. Және де дәміне қарай тұз бен бұршын салып, жақсылап араластырамыз. Жуаны егер тірілей салғыңыз келмесе, онда майға қорып салуыңызға да болады. Мен өзім қатты майлы тағамдарды ұнатпағандықтан, мен жуаны қуырмай солаймен салдым. Сонан соң 3 ас қасық сұйық май құямыз. Сұйық майдың орнына сары май пайдалануыңызға да болады. Сары майды ертіп құясыздар, жақсылап араластырасыз. Ал енді қамырын илеуге кірісейік. Мен қамырды миксерде илейтін боламын. Ең алдымен чашкамызге суды құйып, одан кейін тұзды саламыз. Су салқын су жарайды. Одан кейін жұмыртқаны саламыз да жақсылап араластырамыз. Оның үстіне ұнды өлшеп саламыз. Ұнның өлшемін кішкене 30-50 граммдай азайтып немесе көбейтіп алуыңызға болады, себебі әркімде ұнның маркасы әртүрлі болғандықтан кейбір ұндар құрғақ, кейбір ұндар влажный болып келеді. Міне осылай қамырымызды илейміз. Қыздар, егер сіздерде миксер жоқ болса, үйде дәл осы өлшемдермен өлшеп салып, қолмен илеуге де болады. Қамырды миксермен илегеннің бір плюсы, уақытыңызды да, күшіңізді де үнемдейсіз. Себебі уже 5 минутқа жетер-жетпес уақытта уже қамырыңыз дайын. Міне осылай қолымызбен кішкене ретке келтіріп дөңгелетіп алып, 4 бірдей бөлікке бөліп, дөңгелек күлшелер жасаймыз. Қамырымыз қатты жұмсақ та емес, мықты қатты да емес. Мантыға да осы рецептпен қамыр илесеңіздер де болады. Міне осылай қамырымызды біртіндеп алып, дөңгелектеп жайып, бір тегіс қылып, жұқалатып жайып, ішіне начинкамызды саламыз. Начинканы мықты көп салып жүрмеңіздер. Начинканы көп салып жүрсеңіздер, ол пісу барысында тағы да үлкейеді. Сонан соң үстіндегі листіге жабысып беті. В общем, быт-шыт шығады ғой. Мен ең бірінші жасағанда көп салып жүргенмін начинкасын. Солай үстіндегі листіге жабысып қалғаны бар. Мантоварканың листілеріне осылай аздап сұйық май жағамыз, жабысып қалмас үшін. Және де қамырымыздың бетіне де сұйық май жағамыз. Оны жақпауыңызға да болады. Мен жылтырап әдемі болып пісу үшін сұйық май жағам. Осылай барлық күлшелерді, яғни 4 күлшені дәл осындай қылып жайып, начинкасын салып, орап, майлап, май жағып, то есть барлығын листілерге орналастырып шығамыз да. Соңғы бір күлше қалған кезде мантоваркамызға суымызды құйып, қайнатып, дайындап қоямыз. Барлығын осылай мантоваркаға орналастырып болғаннан кейін, суымыз қайнап дайын тұрса, үстіне листілерді ішіне салып, қақпағын тығыздап жауып, 35-40 минуттай қайнатамыз. Тамағымыз піскенше өзіңіздің қалауыңыз бойынша подлив жасауыңызға болады, немесе кетчуп майонезбен жасауға да болады. Подливны жасауға бізге кішкене сұйық май, үлкен бір жуа және де кішкентай ғана көк жуа керек болады. Немесе оның орнына укроп, петрушка пайдалануыңызға да болады. Қалауыңызға қарай. Осылай майға жуаны қуырып аламыз. Паприка мен қара бұрыш саламыз. Дәміне қарай тұз саламыз. Және де томат пастасын салуыңызға болады. Соңында мен ащыны жақсы көргендіктен аджикадан кішкене ғана салдым. Шай қасықпен бір қасықтай. Жуаны қызарғанша қуырудың қажеті жоқ. Кішкене ғана жұмсарғанша қуырып алсаңыздар жарайды. Міне көк жуамызды салдық. Подливаны дайындау көп уақытты алмайды. Сондықтан кетчуп майонезге қарағанда осы подливаны жасап
тамаққа қосып ұсынсаңыздар өте дәмді болып шығады. Міне осылай барлығын араластырамыз да астын сразу сөндіреміз. Тамағымыз да дайын болып қапты уже. Орамамызды кесіп, тарелкамызға салып, подлевмен әрлеп, дастарханға ұсынуыңызға болады. Бұл тағамды пайдалы тағам дер себебі буға піскен көкөністер өзінің бойында витаминдерін ұстап қалады деп айтып жатады ғой. Суға піскеннен қуырылған көкөністерге қарағанда буға піскен көкөністер пайдалы дейді. Егер менің тамағым ұнаған болса, сіздерге міндетті түрде жасап көріңіздер және де комментарийда пікірлеріңізбен бөлісіп отыруды ұмытпаңыздар.